Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Асылтас Жантуардың Адуынды ене атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Мен үйдің кенжесі, әрі жалғыз қызы едім. Өзімнен үлкен 4 ағам болды. Ірілі ұсақты, азын-аулақ малмен жайғыне, ағаларым шабашка істеп, ел қатарлы күн көріп жатқан бір отбасы едік. Мектепті үздік оқыдым. Қатарымның алды едім. Мектеп бітіру кешінде, қазіргідей киім деген бейпіл заман емес. Әкеме шипс деген шлепка алдырып, және адамның бір құдалықтан киіп келген құм матасынан көршім Мариямға көйлек тіктіріп алдым. Ата-аналар, мұғалімдер қатысқан мектеп бітіру кешінен соң ауылдың шетіне барып, от жағып, таңды қарсы аламыз дегенбіз. Гүлжанат жан құрбым, сыныптасым, ауқатты отбасынан шыққан. Әкесі Равков, анасы мұғалім, ағасы мен жеңгесі Алматыда саудада. Аудан орталығында тұратын бір жігітпен кездесіп жүргенін естігенмін. Сол жігіті келеді деді. Межелі уақытта мотоциклмен сұңғақ бойлы, қасы көзі қиылған көрікті жігіт келді. Құдды бір ертедегі ханзада дерсің. Бізден 6 жасқа үлкен екен. Қандай сымбатты жігіт. Бас қосудан соң мені үйіне жеткізіп салайық деп, Гүлжанат жанына, мен әлгі жігіттің артына отырдым. Әлгіні артынан құшақтап отырып, кәдімгідей есім кетті. Bir көріп, ғашық болу деген осы ма екен деп, оған еліріп, арқасына басымды қойып, ескеп отырғанымда, есік алдына да келіп қаппыз. Содан бері әлгі жігіт Дархан есімі есімнен шықпай қойды. Мұндай күйді басымнан ешқашан өткізген емеспін. Гүлжанатпен кездескен сайын Дарханды сұраймын. Ол, ой түрі, әдемі болғанмен жүрген біреу ғой деп Гүлжанат кейде менсіне сөйлейтін. Сонымен оқуға түстік. Алып шаһар ығы-жығы халық, зулаған көлік. Гүлжанаттың әкесі мен қызына арнап бір бөлмелі пәтер алып берді. Мені қасына шақырды. Анам да қуанды. Онсыз да пәтер ақыға төлейтін артық ақшамыз да жоқ еді. Біреудің үйінде тегіннен тегін жүргесін, бар шаруаны жасап қоятынмын. Анам солай айтты. Гүлжанат көп қыдыратын. Оқуына бармай жүрсе де, әкесінің таныстары арқылы бәрін чеке-чеке қылатын. Ал мен күндіз-түні бас алмай, стипендиядан айырылмас үшін тырысып бақтым. Дархан мұнда да көп келетін. Екеуін бірге көрген сайын жүрегіме ауыр жүк болатын. Келде Гүлжанат кім, мен кім деп, өзімді қор санап та қалатынмын. Артық уайымы жоқ, ә десе мә деп отыратын. Бақуатты әкесі бар. Гүлжанатты қалай өмірі қатты өзгертті. Сұлу қызға көз тіккен жігіттердің қарасы көбейді. Ішінен бай бақуаттысын, әдемілерін таңдап жүретін. Күндіз-түні жігіттермен қыдыруды әдетке айналдырды. Дархан қалаға келгенде соғып кететін. Гүлжанатты танудан қалып барамын. Жігіттерді нәскеше ауыстыратын болды. Ертең Дархан келеді, анасымен таныстырады деді. Дарханның басын қаттырмасаңшы деген едім, соңы ұрыспен аяқталды. Түсте Дарханмен анасымен кездесуге барып келді де, кешке басқа жігіттің көлігіне мініп, құрбым тағы кетті. Дархан да сүмеңдеп ет құсап, артынан қалмайды екен деп, жыным келіп жатып ұйықтап кеттім. Есіктің қоңырауынан ояндым. Дархан анасын таксиге салып жіберіп, Гүлжанатқа келіпті. Гүлжанат қайда, үйде ме деп, мойнын ішке қарай созды. Жоқ, байларымен кетті дедім. Ішімдегі іштарлық пен қызғаныш осы сөзді айтуға мәжбүрлегендей болды. Қандай бай, не тартып тұрсың? Не айта алмай тұрсың, айт деді. Ол сенің басыңды қатырып жүр. Бір емес, бірнеше жігітпен кездеседі. Оқуы жайына қалды дедім. Үндеместен аяғын жылдам басып кетіп қалды. Өзіне де сол керек деп бір жағы масаттансам, бір жағы маған жақсылық жасап отырған жан құрбыма жасаған әділетсіздігім
үшін ұялып, таңды көз ілместен қарсы алдым. Таң ата теңселіп Гүлжанат келді. Дарханның келгенін айттым. Аузы сасық, ауылдың баласы керегі жоқ маған деп теңселіп барып төсегіне құлады. Бұл сөзге қуанып кеттім. Шын айтамын, Дарханның енді менікі боларына сезгенде қуандым. Таңертең Дархан тағы келді. Гүлжанат ұйықтап жатыр деген мені қаға-соға кіріп, ішке кіріп кетті де жұлқып оятты. Кешегі сөздерім үшін ұрысса, құрбым білсе қалай қараймын бетіме деп қалшылдап барамын. Шығып кеттім. Есік алдында аяқ-қолым дірілдеп отырмын. 5-10 минуттан соң ашулы Дархан шығып кетіп қалды. Енді қайттым. Не істеймін деп ішке имене кірсем, қайғырып отырған құрбым жоқ. Керісінше емес, үйленеміз дейді ақымақ. Мен әлі өмірді көруім керек, жүруім керек, мына өмірдің рахатын сезінуім керек деп ирелеңдеп ваннаға кіріп кетті. 2 күннен соң тағы келді. Гүлжанат жоқ деп едім, саған келдім. Гүлжанатты жақсы көремін, үйленеміз деп келісіп те қойып едік. Анам келін әкеледі деп күтіп отыр. Маған қашуға көмектесесің бе? Ертең кешкі тамақ ішуге алып шықшы деп бір кафенің атын айтты. Үстімнен тоқ жүріп өткендей болды. Қатты састым. Жарайды дедім. Жыладым, жүрегім ауырды. Түстен кейін Гүлжанатқа ауылдан ағам келгенін, анасының ауырып қалғанын айттым. Ол жаны қалмай дереу жиналып, ауылына кетіп қалды. Қазіргідей телефон жоқ ол заманда. Ал межелі уақытта Дархан айтқан жерге жалғыз барып, Гүлжанаттың бәрін біліп қойғанын, анасы ауылдан келгенін, сотқа беремін алып қашса деп отырғанын айтып өтірікті соқтым. Әкесінің қолы ұзын адам екенін білесің ғой, басың бәлеге қалмасын деп қорқытып та үлгердім. Ары барып қасындағы жігіттермен сөйлесті де қайта келіп, жүр, сені жеткізіп салайық деді. Көлік басқа бағытта келеді. Не боп жатыр, қайда барамыз деп айқайлай бастадым. Бір жерге тоқтап, Дархан жаныма отырды да, мені ұнататынымды негізі білемін деді қипақтап. Жалғыз шешем, жалғыз ұлым келіншек әкеледі деп күтіп отыр. Тіпті бүкіл ауыл ағайын туыс күтіп отыр. Анамның жүрегі де ауыратын еді. Не істерімді білмей қалдым. Бақты қылуға тырысамын деді басын төмен салып. Арманым осыншалықты тез орындалып кеткеніне не қуанарымды білмеймін. Мені сүймегенге жігіт жар болып жетсер ме екем деп ойланып отырғанымда ауылға да жетіппіз. Бәрі мез-маз мейрам. Келін келді деп қуанып жатыр. 4 қайын әпкем бар екен. Ешқайсы күйеуге шықпаған деп Дарханның досының келіншегі жыпылдап айтып үлгерді. Мен мәзбін. Қуғыншылар келді. Жеңген сұрағасын алды. Қашаннан танисың? Бері кездесесің. Өз еркіңмен келдің бе деп. Бәрі жақсы деп шығарып салдық. Ертеңіне бет ашардан соң орамалды ашқан енемнің сұсты көзін көріп, жүрегім зырқ етті. Жақтырмай қараған көзқарасы өңменімнен тесіп өтті. Сол күннен бастап адуынды енеммен, қаһарлы қайын әпкелеріммен шайқасым басталды. Енем мені келген күннен жақтырмады. Қайын әпкелерімнің де мінез емес. Беташардан соң бірден оқуыңды жалғастырмайсың, келін деген үйде отыру керек деп кесіп айтты. Әрбір істеген ісімнің артынан мін тауып жүретін, жуылған киімдерді жинап алып, қайтадан жуатын, кейде жайылып тұрған киімдерді лақтырып, таптап қайта жуғызатын. Үйдегі әрбір бұрышты саусағымен сипап көріп, шаң болса айқайлап, түк көрмеген бейшара, байға тиюді білесің, шешең тірлік істеуді үйретпеді ме деп айтатын. Кейін естідім, ел жұртқа Равкомның қызын алғалы жатырмын. Қалайда үйде ап қойыпты, құдам, балаларды ұстап қайтем, дайын үйге жіберемін деп мақтаныпты. Оны енемнің сіңілісі Күләш айтты. Маған жаны ашығандай, енемді жамандап, мені мақтайтын. Мен жас болдым ба, кейде енемнен көрген зәбірімді айтамын. Ол сөз жәрдем бергендей болғанымен, енеме менің сөздеріме сөз қосып, жамандап барады екен. Талай шағыстырып, шатыстырып кететін. Енемнің сіңілісінің Бекберде атындағы шын бейнесін қатты ұрыс болғанда білдім. Алла бәрін көруші ғой, таба қылғаным емес.
Сол күләштің үш-бірдей қызы күйеуден ажырап, қазір үйінде бір-бірімен шаш жуысып отыр. Баламның басын айналдырып алдың, дуалап алдың, қуалап алдың, подружкаңның жігітін тартып алдың деп көп айтатын. Қайынәпкелерімнің мінезі бір төбе. Киімдерін жуып үтіктеп қойсам да, дұрыс үтіктемепсің, кірін ашпапсың деп бетіме лақтыратын. Бәріне Дархан үшін көндім. Жылап отырған мені көрген Дархан, мен құмдақта жатқанда кезде әкем тастап, басқа елге кеткен. Содан бері анам бізді адам қылу үшін басын тауға да тасқа да соқты. Көрмеген қиындығы жоқ. Содан жүйкесі жұқарған. Көңіліңе алмашы жаным деген сөзін иеліп, көніп бақтым. Енем құдалық шақырудан да, той жасаудан да бас тартты. Менің төркін жағымда анам, көзімнің тірісінде парызымнан құтылайын, мойныма қарыз болмасын деп шақырды. Оны шақыру да оңай болмады олар үшін. Ағаларым күндіз-түні жұмыс жасап, бар ақшаларын жиып, жақсылап күтуге тырысты. Алайда енеме ешбірі де жақпай, құдалық бітерге жақын ұрыс шығарып, берген матасын арзан жаман мата деп лақтырып кетті. Оңтүстікте кит деген нәрсе бар. Талай құдалықтарда осы бір мата үшін арзаны қымбаты деп құдағилар ұрысып, одан қалса жастардың миын жеп, шешең бере алмады жақсысын деп ұрыстырған осы дәстүр қалса екен деп тілеймін. Енеме ештеңе жақпады. Төркінімнің жасы келген анамның қандай жағдайда қалғанын көріп, жүрегім ауырып қайттым. Үйге келгесінде, бүйтіп шақырмағанша шақырмауы керек еді деп бір ай күні бойы айтып миымды жеді. Аяғым ауыр екенін білдім. Дархан қатты қуанды. Енем де қуанғандай болды. Бірақ мені жұмысқа жегуін қоймады. Таңғы 5-те тұрып сиыр сауамын. Оны падаға айдаймын. Айран құрт майын жасаймын. Енем аудандық аурухананың жанынан кішкене дүкен алды. Соған түнімен самса, пирожки, қаттама нан, сәбіз салат дайындап беремін. Ол сатады, ұнаса. Кейде ұнамаса, сәбізің не жалбырап кеткен, майдаланып деп тостағанымен лақтырып төгіп кететін. Осының бәрін пісіріп болғанша кейде түнгі 1-ден асады. Әбден қалжырап қу сүйегім қалды. Арықтап кеткенімді көріп жүрген енем туберкулезсің дейтін болды. Айым күнім жетіп 98 жылдың тамыз айында ол бала келдім дүниеге. Дархан да енем де қатты қуанды. Немересі үшін мені жақсы көрер деп ойлап едім. Керісінше, баламды менен қызғанып, одан бетер жек көріп кетті. Бетіне сүйіп жатқанымды көрсе, туберкулезің жұғады, тісіңнің құрты жұғады деп ұрсатын. Бірақ обалы не керек? Баламды ештеңеден тарықтырмай өсірді. Ұшып бара жатқан құстың қанатынан да қорғаштап, тамаққа ілінгеннен менен баламды алып қойды. Тек өзі қарайтын. Артынан 2 қызымда келдім. Аралары 1 жаста. Оларды да жақсы көрді. Бірақ баламдай емес. Бір күні қатты ұрыстан соң енем маған киімдерімді лақтырып кет деп қуды. Дархан ештеңе айтпады. Моншаның алдында темекісін шегіп отыра берді. Баламды енем бермей, 2 қызымды алып алғаш рет төркініме келдім. Ол кезде ажырасып келу, қара бет қылу өліммен тең еді. Жылап келген мені бәрі жұбатып бақты. Енді бармайды деп әкем ашуланды. Бірнеше күннен соң баламды сағына бастадым. Қайтамын десем әкем жібермей, өзі келіп алып кетсін деді. Сол аралықта баяғы Гүлжанат құрбымның ұзатылғанын естідім. Қолдан ұзатылып, қаланың жақсы қызмет істейтін жігітіне тұрмысқа шығыпты. Осы жұрттарға бәрін бере салады. Қыдырып тиіп алыпты жақсы жігітке деп едім. Жеңгем, қой Бикеш олай деме. Әркім өз маңдайына жазылған тағдырын көреді. Сен де ұл қыз өсіріп отырсың ғой. Осылар үшін өмір сүресің. Осы балалардың бақытты болсын деп тіле деді. Сол сәтте баяғы айтқан өтірігімнің зардабын маған адуынды енем арқылы жіберіп отырған екен деп топшыладым. Баламды сағынып, әкемнің қарсылығына қарамастан, қайта жер бетіндегі тозақ үйіме келдім. Дарбазадан бір қызымды жетектеп,
бір қызымды көтеріп кірсем, қиын әпкелерім есік алдында отыр екен. Сәлем салған маған қарап, бейшара қайта келдің ғой, кетпей үйіне қалай сияды, аш қалғанда деген сөздермен тиісіп жатты. Ештеңе деместен үйге төргі диванға кірдім. Төргі диванда енем жатыр. Оған да сәлеметсіз бе апа деп сәлем салып едім. Деді. Ол мен үшін ең жақсы сөз. Артық ауыр сөз айтпай, дейсе, көңілі жақсы болғаны. Қайтадан баяғы шаруама кірісіп, таңғы 5-те тұрып, 1-де жатамын. Өз-өзіне қараудан қалдым. Бар арманым рахаттанып ұйқым қанғанша ұйықтау. Салпылдаған салп етек қатынмын. Күйеуімнің жұмысы қалаға ауысатын болды. Ауылдағы жұмысынан, қаладағы жұмысынан айлығы көп деудеді. Кетпей-ақ қойшы, сол тапқан 5-10 тиыныңның берекесін берсін. Бәрібір пәтер ақымен шығып кетеді емес пе дегенімді тыңдамады. Мен де барамын дейін десем, бәрібір енемнің жібермейтінін білемін. Үнсіз жылап тағы қала бердім. Басында 2-3 ай, әр аптаның сенбі, жексенбі күндері келетін. Кейін 2 аптада, одан 1 айдай бір келуін сирете бастады. Енем сол баяғы келген, кеткендерге мені жамандап, кейде солардың көзінше ұрып та жіберетін, титтей бала ұқсатып. Күйеуім келгенде сөзімді сөйлеп, анасына қойсаңызшы дейме десем, үн жоқ, мені елемейді, сөзімді тыңдамайды. Қайын әпкелерім Айлуна деген атты жиі айтатынын естіп жүрмін. Рухи, сувенирлер, амияндарын көрсетіп, Айлуна сыйлады деп мәз болатын. Енем бір күні жүзік тағып келіп, оны да Айлуна сыйлады деді. Кім десем, шаруаң қанша деген жауап аламын. Күйеуім бұрындары жуылатын киімдерін алып келетін. Мен де маусында жуып, үтіктеп беретінмін. Алып кететін. Кейінгі кезде әкелмейді. Өзім жуамын деп жүр. Сезіктене бастадым. Бір күні дағы қатты ұрыстық. Енем әдеттегідей киімдерімді далаға лақтыра бастады. Күйеуімнің жұмысына телефон соғуға орталыққа шықтым. Кезекте тұрып, қоңырау шалып, анасының үйден қуып жатқанын айтып едім. Білгеніңді істеші деп қоя салды. Жылап үйге келсем, кет дегенде итте кетеді деп жатыр екен. Бала шағамды тастап, қалаға тартып отырдым. Енемнің тартпасынан жолыма деп ақшаны ұрлап алдым. Күйеуімнің пәтерін 1 жылдан бері тұрып жатқан жерін көрмесем де, айтқандарын естігенмін. Жобалап келдім. Есік қоңырауын бастым. Бетінде 5 тонна, бояуы бар, бойы 1 қарыс, көйлегі жарты қарыс бір қатын. Есікті ашты. Айлунасың ба дедім. Иә, сен кімсің деп аузын шаймаңдап тұр. Мен Дарханның заңда елімін, 3 баласының анасымын. Ал сен байқаймын, көшенің қатын ұқсайсың деген едім. Аузыңа ие бол сен қатын. Ауылда аузын құртап отыра бер. Мен Дарханды сүйем, ол да мені сүйеді. Анасы әпкелері де мені жақсы көреді. Сені ол жақта не ұстап жүр өзі? Кетпейсің бе дегенін білемін. Аяқ қолым дірілдеп, сөйлейін десем, сөз шықпай, басым айналып, құлағым шыңылдап, көзім қарауытып кетті. Көзімді ашсам, үстімнің бәрі су, жерде жатырмын. Дархан диванда отыр. Неге келдің мұнда? Есіңді жинасаң тез ауылға қайт деді де, үйден шығып кетті. Өміріме қапа болып, сол сәтте өлгім келді. Орнымнан тұрып, сөйлетіліп басып үйден шығып барамын. Дарханым шығып кетті. Қайда екенін білмеймін. Анау Айлунасы қолын қапсырап алып, миығынан күліп тұр. Өзімді бұл әлемдегі ең бейшара адам сезіндім. Жаяу басып келем, үстім су, шашым алба-жұлба, жолап келем. Аяқтарым өзіме бағынбайды. Құр сөздерімді сүйретіп келе жатырмын. Қайда барарымды да білмеймін. Көшедегілер бәрі маған күліп қарайды. Ішіп алған деп ойлап жатса керек. Біреу іш десе есімді жоғалтып, осының бәрін ұмытқанша ішер едім. Бір саябақтың ішіне кіріп, отырғысқа жайғастым да, бүкілім өмірімді ой елегінен өткіздім. Сонау басында құрбымның жігітін, мейлі құрбым қандай болса да, тартып алдым, өтірік айттым. Міне соның жазасы. Енді айттым.
Дархан үшін күндіз-түні көз майымды тауысып дайындалып, армандап түскен оқуымды да тастадым. Ажырасып барсам не істеймін деп, көз жасым көл болып, әбден жыладым. Ұзақ ойдан соң өз-өзіме келдім. Жылап жеңілдегендей болдым. Ауылға қайттым. Үйге келсем тағы да бетпақтарым бетпақтанып оттап жатыр. Жетер енді жетер деп, жан-жағымның бәрін қираттым. Бәрін лақтырдым. Айғайлатып қиратып жүріп, өтірік айтып тиіп алғанымды, дарғанымды тиегенім үшін, осы тозаққа шыдағанымды, бәрінің мінездері ит екенін, не бай не құдай алмайтындарын айтып, ойымдағы алты жырдан берді қордаланған бар сөзімді жайып салдым. Олар менен мұндайды күтпесе керек, ауыздарын аша алмады. Үш баламды да алып төркініме кетіп қалдым. Енем ұлымды бермеймін деп қарсыласып еді, қатты ашумен жұлып алдым. Үйге келгенімізде бір аптадан соң Дархан келді. Кешірім сұрап алып кетуге келді. Деп ойлап елпілдеп шыққан мені, анасына қарсы шыққаным үшін есік алдында сабап кетті. Ағаларым жұмыста еді. Анам мен жеңгем зорға ажыратып алды. Милиция шақыру ұят деп, момын анам тағы да жылы жаба салды. Есімді бір ай дегенде жиы өз-өзіме келдім. Ауруханаға еден жуушы боп кірдім. Оқуымды бітіргенде дәрігер болар едің сорлы деп өзімді жеп барамын. Үйіме ауырлық салмайын деп бөлек пәтер жалдап шықтым. Бұрынғыдай салпы етек емес өз-өзіме қарай бастадым. Бірте-бірте адамдармен араласып, болған жайттарды ұмыта бастадым. Күйзелістен шыға бастадым. Күйеуімнің арақ ішіп жүргенін естігенмін. Бір күні сақал мұрты өскен, иесі сасып, үсті кір-кір күйеуім пәтеріме келді. Балаларын сағынғанын айтады. Есіңе енді түсті ме дедім. Бұрынғы сезімнің ұшқыны да қалмапты. Сезіп тұрмын. Маған жасаған опасыздығынан соң ішім жылымады. Кешірім сұрады. Жылады. Бойы бір қарыс әлгі қатына иттік жасаптымыз. Басқа жігітпен әмпей-жәмпей болып жүргенін біліпті. Содан бәрін тастап, ауылға қайтыпты. Тілдері сала құлаш әпкелері мен анасымен тіл тапса алмай, үйінің берекесі кетіптіміз. Содан өз-өзін жұбатып арақ ішіп басады екен. Ашуланып кет деп үйден қуып шықтым. Балаларым айырылмай, папалап жылап жатса да қарамадым. Бірақ кеткесін жүрегім ауырды. Бір күні енем мен үлкен қайынәпкемді көрдім. Ауруханадан. Енем ауырып қалыпты. Соған келген екен. Тағы да маған оттай бастады. Сен дуаладың, сен ауырттың деп жатыр. Сендерді танымадым. Сендер кім едіңдер дуалайтындай дедім де өте шықтым. Ашуы бетіне шығып, қайынәпкем сұстанып тұтығып артымда қалды. Енемнің қатты ауырып қалғанын сол жердегі медбикелерден естідім. Ауруы жеңіл қарайтын ауру емес, деді. Осы әңгімені естігеніме көпте болған жоқ. Әлгі үлкен қайынәпкем жұмысына келіп, мені жұлып кетті. Менің шешемді сен дуалап, ауру қылдың. Егер оған бірдеме болса, мен сені өлтіремін деді. Үндемедім. Жұмысымдағылар үстінен арыз жаз деген. Бір Аллаға тапсырдым. 3 айдан соң енем шақырып жатыр деді. 1 ай бармаймын деп қарсыласып жүргенімде не айтқысы келетінін білгім келіп, 1 айдан соң бардым. Баяғы адуынды енем жоқ, шақыртып жатыр деді. Бір уыс болып төсекте жатыр. Қаһарлы қайынәпкелерім де қоянның жүрегін жұтып алғандай жәутеңдеп отыр. Енем мені көріп жылап сала берді. Балаларда бір көрсем арманым жоқ дейді. Міз бақпастан қарап тұрмын. Қасыма отыршы айналайын деді дауысын, әлсін шығып. Тізе бүктім. Кешірші айналайын. Басымды иіп кешірім сұрадым. Қу дүние адамның көзін байлайды екен-ау. Сені жоқ жердің қызы болдың деп жек көріп жекідім. Біреудің малы біреуге мал болмас. Қу көкірек қой мынау деп жіп-жіңішке саусақтарымен көкірегін ұрғылап жатыр. Сол алақандарымен мені талай арқамнан, басымнан салып қалатын. Ол кезде мұндай жіңішке емес, еркектің қолындай қатты еді. Сол кезде өтіріктен құралған некенің өз қиындығы болғанын, өтіріктің зардам тартқанымды іштей білетін мен жылап сала бердім. Мен де кінәлімін,
кінәлімін. Ішкі бөлмеден күйеуім шықты. Анадағыдай емес, реңі әжептәуір. Ол да бірдеңе айтқысы келіп, кібіртіктеп қасыма отырды. Кешірші мені, ақымақ болдым. Қадіріңе жете алмадым дейді, басын салбыратып. Жылаған күйе шығып кеттім. Үйге келіп бір апта ауырдым. Күйеуім келді. Үйге жүрші, дейді жалынып. Балалар, барайықшы мама деп, олар да жалынып жатыр. Жауап бермедім. Кетіп қалды. Ертесіне тағы келді. Ол кезде де сөйлемедім. 4-ші күні балаларымды алып, өзім бардым. Енем де, күйеуім де, қайынәпкелер де қуанды. Бұрынғыдай емес, құрақ ұшып жүр. Балаларым да мәз. Бәрін кешіріп, күйеуімнің үйіне келдім. Енемнің соңғы уақыттарында қасында болдым. Бір жұтым суды зорға ішеді. Қарны ашса да, бір үзім нан жей алмайды. Кесірлігімнен деп, қалш-қалш етіп жылайды. Енемнің диагнозы өңеш обыры. Бұрындары талай жасап әкелген тамағымды, майын тұшымаған, қамырың езілген, етің піспеген деп, лақтырып жіберетін тарелкасымен. Дүкенге сататын салаттарымды да талай төгіп тастаған. Тамақтың да киесі болады екен ғой. Мен барған соң 3 айдан соң енем дүниеден озды. Баяғы қыздары шешелері өмірден өткесін басылып қалғандай, артық ауыз сөз айтпайды. Оның үстіне енем, жалғыз інілерің, төркіндерің, 5 күндік жалғанда бет жыртыспай, тату болыңдаршы деген соңғы сағаттарында. Қайынәпкемнің екеуі тұрмысқа шықты. Біреуі әйелі қайтыс болған, өзінен үлкен еркекке, біреуі өзі сияқты жасы келген, бірақ үйленбеген ер азаматқа шықты. Үйден той жасап, той иелері күйеуім екеуміз болдық. Өз тойларын өздері жасаса да, бізді бас құдамен құдағи қылып, абыройымызды асқақтатты. Қалған 2 қайынәпкем, біреуі мұғалім, біреуі есепші еді. Жұмыстарын қалаға ауыстырып, көшіп кетті. Одан бері 17 жыл өтіпті. Осы жылы көктемде ұлымды үйлендірдім. Келінім де өзім секілді, қарапайым жердің қызы. Әкесі күзетші, анасы еден жуушы. Бірақ әрқашан құдам мен құдайымдай күтемін. Менің баламды таңдап, өз үйін тастап келген қызды мен қалай өзектен тебемін. Одан кейінгі 2 қызым да бой жетіп тұр. Менің арманымды орындап, үлкен қызым медакадемияға түсті. Болашақ дәрігер. Дарханым Көсір ауылдың сыйлы азаматы. Кішігірім бизнесіміз бар. Баяғы енем бастап берген дүкенімізді үлкейттік. Қайынәпкелерім де анда-санда сыйлықтарымен, сыйымен келіп кетеді. Құдалыққа алтын іздеп базарға келсем, Гүлжанат алтын сатады екен. Екеуіміз өткен кеткенді айтып біраз сырластық. 2 ұлы, 2 қызы бар екен. Болашақта құдағи болайық деп армандап қойдық. Бір өтірігім өмірімнің жарты бөлігін азаптады. Әйтеуір бәріміз тәубемізге келдік. Қазір бақытты ана, бақытты әйелмін. Бұйырса бақытты әже боламын. Жасым 50-ге таяды. Өткен өмірімнің көп сабақ алдым. Қандай жердің адамын таңдаса да, балаларымның бақыты мен таңдауын сыйлаймын. Тек бақытты болсын. Осымен әңгіменің соңы.